қазір Атырау және Мұнай-газ университетінің студенттерінің арасынан ашылған Жалын студенттік театрының екінші маусымы ашылуда. Бұл маусымда Жалын студенттік театры «Мұнай махаббат» атты трагикомедиясын қоюда. Бұл трагикомедияның қоюшы режиссері Жалын студенттік театрының жетекшісі Серікбаев Әзілхан. Қоғамда болып жатқан ащы шындықты театр дегеннің өзі нұсқап көрсететін нәрсе ғой. Бұл жерден студенттер өзіне керегін алса екен деген, өмірде болып жатқан қателіктерді қайталамаса екен. Өздеріңіз байқап отырған Айша деген қыздың өзі ауылдан келіп қалаға оқуға түсе алмай осындай қиындық жағдайға түсіп жатырды. Соны біздер бұл тек қана Айшаның басында емес, қазір Қазақстанда көп қыздардың басына өтіп жатыр ғой. Сондықтан да сол қыздар қайталамаса екен, қателікті қалаға келгенде мақсаты оқу екен ойласа екен деген түпкі мақсатымыз сол негізі.